Жақсы ішкілік ойлап тауыпсың, бұрынғы қателігіңді жудың. Ішкілікті қалай жасағаныңды айтып берші. Сен бидайдың суына түлкінің қанын қостың ау деймін. Басында түлкі сияқты қоқтыңдап отырды, ал кейін қасқырдың қанын араластырғансың. Содан болар қасқыр сияқты арылдаса бастады. Соңында доңыз қаны қосылған шошқа сияқты батпақты аунап жатқанынан бірден білдім. Жоқ, деді бала шайтан, мен олай істеген жоқпын. Менің бар істегенім оған көп өнім алуына көмектестім. Ал әлгі аңдардың қаны адам баласының бәрінің ішінде бар. Нан тауып жеу қиын болған кезде ол білінбейді. Алғаш оның нанын алғанымда ол қызғанған жоқ. Ал байлық біткен соң жүрегінде құштарлық пен іштарлық оты лаулады. Ол кедейге жәрдемдесудің орнына артық ақшасымен көңіл көтеруді ойлап тұрды. Сосын оған арақ ішіп көңіл көтеруді үйреттім. Сол кезде барып оның бойындағы түлкі, қасқыр, доңыздық мінездері бой көтереді. Енді бұдан былай тек ішкілік ішіп жүрсе болды. Хайуани мінезі оянып шыға келеді. Сол кезде барып Ібліс бала шайтанды әбден мақтап, оның басында жіберген күнәләрін кешіп, оны қарамағындағыларға бастық етіп қояды. Іштің кеп тоқталмадың. Арақ ішсем деуші едің, жоқ арманым. Енді міне жаманның бір атандың, артық емес сияқты, жоқтан барың. Жаман болып не керек, тірі болып, тірі жүрген жаманның бірі болып. Сүйретілген сүлдердің несі жақсы, арың арзан, ұятың сірі болып. Кеуде деген қуыс қой көтергенің, осылай боп енді мен өтем дедің. Тірлігіңнен береді әрең хабар, анда-санда күркілдеп жөтелгенің. Кеуде деген қуыс қой көтергенің, айтқан саған ақылым бекер менің. Арың арзан болмаса арақ сіңген, жақсы күнге жаман боп жетер медің. Қайтер енді, достым-ау, қош дейін бе, тізімнен достардың өш дейін бе, тірі адамды жоғалтқан қайғылығым кешейін бе, өзіме кешпейін бе.